Египетте Каир деген астанасы бар. Сол Каир қаласының орталығында 100 гектар жерді қоршап алып жатқан бір құрылыс бар. Барасыз, барсаң түсінбейсің. Құрылыстың ішінде адамдар тұрып жатыр, бірақ дұрыстап қарасаң құрылыс үй емес. Бүйтіп қарасаң қабір. Тура Қараханның қабірі сияқты, Айша бибінің қабірі сияқты 100 гектар жерде қабір, бірақ халық тұрып жатыр соның ішінде. Неге? Себебі олар 300 жыл бұрынғы қабірлер, жаз, қыс жоқ, ел арендаға тұруға, квартира жалдауға жағдайы жоқ, қабірге барса, 4 бұрышты төбеш жабық үй, жайлап қабірге барады, бісміллә деп айтады да, баласы көптеуі әулиенің қабіріне, баласы аздауы кішкентай қабірге кіріп, мінекей жүздеген жылдардан бері қабірдің ішінде соңында жайлап свет кіргізіп алған, қазір кейбір қабірлердің ішін машина жөндейтін ес тоғыз жіберген. Мен специально Қазақстаннан қасыма әке-шешемді алып барғам сөз. Соларды апарып көрсеттім, қараңдаршы. Таң қалды адамдар. Айтайын деген жоқшылық деген не жегізбейді, тоқтылық не дегізбейді, тоқшылық. Адамдар қабірдің ішінде тұрып жатыр. Біз кейде туысымыздың үйіне барып тұруға қысыламыз. Адамдар қабірде тұрып жатыр.